Түркістан облысының мәдениет және туризм басқармасы мемлекеттік мекемесі тапсырысы бойынша қазақ тілін шет тілі, екінші және туыс тіл ретінде оқытудың лингводидактикалық негіздеріне сүйенген А2, Б1 деңгейлері бойынша бейнефильм. Өзге ұлт өкілдеріне арналған бейне сабақ. Бұл фильмнің тақырыбы тарихи қала Түркістан. Бәріне сәлем! Сіздермен бүгін Түркістандағы тарихи ескерткіштерге шолу жасайтын боламыз. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі 14 ғасырдың соңында тұрғызылған архитектуралық ескерткіштердің бірі болып табылады. 1396 жылы Орта Азия билеушісі Әмір Темір Қожа Ахмет Яссауидің ескі мазарына жаңа кесене салу жайлы бұйрық береді. Кейбір зерттеушілердің пікірлері бойынша, бұл кесенені салдыруда, болашақ жоспарды тұрғызуда тікелей өзі қатысып өлшемдерді анықтаған деседі. Кесене жалпы оңтүстік-шығыстан солтүстік-батысқа қарай созылып жатыр. Ені 46,5 метр, биіктігі 65 метрді құрайды. Кірпіштері күйдірілген шашы кірпіштерден өрілген. Ал бұл кесененің ерекшелігі, онда Орталық Азиядағы сәулет ескерткіштерінің шатыр жабу тәсілдері қолданылған. Бұл зәулім ғимарат 8 түрлі бөлмелерден тұрады. Олар қазандық, кіші ақсарай, үлкен ақсарай, көрхана, кітапхана, асхана, мешіт және де қосалқы бөлмелерден тұрады. Шығыс моншасы архитектуралық ескерткіштердің бірі. Жартылай жер астына орналасқан көп көмезді құрылыс. Күйдірілген шашы кірпіштерден қаланған. Көлемі жағынан әртүрлі 9 бөлмеден тұрады. Және де оның әрқайсының өзіндік атқаратын қызметінен салыну уақыты жағынан әртүрлі болып келеді. Түтін жүретін көмейімен жылытатын құрылымы еден астында орналасқан. Оттықтан шығатын жылу басты залдың 8 қырлы тапшанасында орналасқан күмбезді дөңгелек көмейге ағылып келіп, осы жерден шеңбер секілді арналар жүйесі арқылы басқа бөлмелерге таралған. Айта кетелік, 1979 жылы ескерткіш қайта қалпына келтірілді. Тайқазан 6 ғасырлық тарихта арқалаған құнды ескерткіштердің бірі. Зерттеушілердің деректеріне қарағанда, Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде сақталған орта ғасырлық Тайқазан 1399 жылы Әмір Темірдің бұйрығымен Түркістан қаласының 25 шақырым жерде орналасқан Қарнақ елді мекенінде Әбділәзиз Шарафуддин Тебризи шебердің ұстаханасында құйылған. Тайқазанның биіктігі 158,3 см, ернеуінің диаметрі 243,4 см болса, салмағы 2 тонна, сыйымдылығы 3000 литрді құрайды. Тайқазан туралы қызықты деректер өте көп. Айта кетелік, қазан су құйғанға арналған. Оған бейсенбі күні су толтырылып, оған тәтті араластырып қояды екен. Келесі күні жұма намазынан кейін тәтті су жұртқа таратылады. Одан кейін әркім әкелген өздерінің заттарын, яғни саудагер тиынын, аңшы терісін, қасапшы етін, шаруа бидайын тастайды екен. Ал шырақшы болса, сол жиналған заттарды мұқтаж жандарға таратқан. Рабия Сұлтан-бегім кесенесі кіші жүздің тұңғыш ханы Әбілқайырдың жарына арналып салынған 15 ғасырға жататын сәулет өнер ескерткіші болып табылады. Орта ғасырлық ескерткіш Түркістан облысының Әзірет Сұлтан мұражай қорының ауданында Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне 60 метр қашықтықта орналасқан. Оның құрамына 5 үлкен бөлме кіреді. Кесененің қас беті сүйірішті биік аркалар түрінде жасалған. 8 бұрышты залы және оған жапсарлас келген тік бұрышты ұзынша 2 үй-жайы бар. Кесененің жанынан табылған глазурланған тақтайшаларға қарап, оның полихромды қаптамамен қапталғанын көруге болады. Кесененің оңтүстік-шығыс бөлігінен жер асты қабырхана есігіне кіруге болады. Қабырхана сыланып боялған, онда теріден жасалған ағаш табыттар бар. Әмір Темір моңғолдың түркіленген барлас тайпасынан шыққан.
Ол 1336-1405 жылдар аралығында өмір сүрген. Әмір Темір 1370 жылы Мауреннахрдағы билікке ие болып, елді 35 жыл бойы жеке дара билік жүргізген болатын. Аты аңызға айналған Орта Азияның билеушісі. Ол әлемнің тең жартысын қанға бөктірген шайқаста жүргізді. Әмір Темір Орта Азияны біріктіруі жалпы 18 жылды құрады. Кейбір зерттеушілердің айтуы бойынша, Әмір Темір өнерді, көркем әдебиетті жан-тәнімен сүйген. Жымиюды білмейтін суық жүзді, сұсты адам болған. Сөйте тұра, әзіл қалжыңды, шешендікті жоғары бағалаған деседі. Өз кезеңінде ислам дінін жоғары бағалап, көптеген мешіт медреселер салдырды. Сонымен қатар Түркістан қаласында Қожа Ахмет Яссауи кесенесін салдырып, қазақ қауымы үшін аса құнды мұра қалдырды. Солай 1405 жылы Отырар қаласында қайтыс болды. Отырар 9-10 ғасырларда гүлденген ірі қала болып, ғылымдардың орталығына айналған. Бұл қалада сәулетті сарайлар, ірі медреселер мен мешіттер болған. Отырар 8 ғасырдан бастап Тарбан деген атаумен белгілі. Бұл атауды күлтегін және бірге қалған құрметіне арналғаны көне түркі жазба ескерткіштерде айтылады. Отырар 9 ғасырдың басынан-ақ ірі қалалардың бірі болды. Көптеген зерттеушілердің деректеріне қарағанда, Отырар қаласында әлемдегі ең ірі кітапхана мен көптеген мешіт медресе салынғаны айтылады. 1219 жылы күзде моңғол әскері Отырарға жетіп, қаланы қиратып, тұрғындарды қырғынға ұшыратқан. Бұл тарихи жәдігерлерде қырғынды Отырар апаты деп аталады. Бірақ 1219 жылғы апаттан кейін Отырар қайта жандана бастады. Отырар кітапханасы моңғол билігіне дейінгі Отырар қаласындағы ірі кітапханалардың бірі болған. Кітапхананың негізін салушы ретінде ғалым әрі философ Әл-Фараби делінеді. Сонымен қатар кітап қорының сақтаушысы ретінде Сунақ руынан шыққан Хисамуддин болған екен. Кейбір деректерде кітаптардың ауқымы жағынан тек Александрия кітапханасынан кіші делінеді. Шыңғысхан Отырарды қиратқаннан кейін кітапханаға не болғаны туралы әлі күнге дейін белгісіз. Ондағы кітаптардың жағдайы да ешқандай жазба деректерде кездеспейді. Кейбір деректер бойынша моңғол шапқыншылығы кезінде кітаптардың жер астында сақталып қалуы мүмкін екені айтылады. Арыстан баб көне Отырар жеріндегі сәулет өнер ескерткіші болып табылады. Кесене ғасырлар бойы көптеген өңдеуді басынан өткерген құрылыс. Түркістан халқының арасында мұсылман дінін таратушы Қожа Ахмет Яссауидің ұстазы болған Арыстан баб ата қабірінің басында орналасқан. Кесене дәлізхана, құжырахана, мешіт және де азан шақыратын мұнара секілді жеке бөлмелерден құралған. Кесенедегі ең көне бөлмелердің бірі қабірхана болуы тиіс. Қазірдің өзінде оның едені басқа бөлмелермен салыстырғанда едәуір биік орналасқан. Қабір үстіне алғашқы белгі 12 ғасырда жасалған. Мазар 14 ғасырда қайта жөндеуден өткен. Арыстан баб кесенесі 20 ғасырдың басында жергілікті халықтың қаражатымен күйдірілген кірпішпен қайта соғылды. Ауданы 35 метр, биіктігі 12 метрді құрайды. Қақпа маңдайшасына мәрмәр тақта қаланып, хижра бойынша 1327 жыл, яғни соңғы құрылыс жүрген жыл болып саналады.